мінді көктемде, жазда жүзді өзенде, күзде отын жинасып, шаңғы тепті қыс күнде. Солай жылдар жылжыпты, шәкірт болды оқыпты, үздік оқу себепті артекте де болыпты. Үздік шәкірт белгісі сәндеп тұрды кеудесін, 8-ші сыныпта Мәскеуге де төрлесін. Балдәуреннің жазында, тура 15 жасында, фотоға да түскенді жеңіс туы астында. Беу шіркін-ай, сол кездегі үндеудің, саясаттық күрмеудің салдары мен қойбағар болашағын білген кім? Комсомол боп қой баққан, түлектерге жоқ жаққан, бар білгенін ұмытып, үміт өшті ой жаққан. Жанбай жатып құзырлы, талай тағдыр бұзылды, армандарын жастардың күлін көкке ұшырды. Қалды көбі оқымай, қойшы да жоқ апырмай, бұл не деген саясат, түк көрмейтін тасырай. Одан әрі не болды, кімдер оңып кім солды, содан хабар білейік, таба білді кім жолды. 6 отыр қой бағып, бригаданы басқырған, дәулеткері бригадир домбыраны да мол тартқан. Беу шіркін-ай, есілдерді өнер боп, консерватория көрем деп, Алматыға жол тартты, жастық жігер демеу боп. Ақмолдадай ағасы, әнелердің жағасы, парикке түсірді, болмады өзге шарасы. Осы оқуда жүргенде, бар екенін білгенде, ансамбльде ойнады, ән шырқады көргенде. Техникалық білімге ой жатпады көңілде, бір жылдан соң солайша қош айтысты темірге. Есесіне ауылда жатты ісі қауымға, өнер және спортты басқарғаны жадында. Беу шіркін-ай, 1980-де арқалықта көктемде, мұз училище ашылды, ақ арманын демеуге. Адай күйін тартқаны, мақсатқа жол тапқаны, училище басшысы Төкен ағай арқалы. Шәкірт қылып өзіне, ұйытып әрбір сөзіне, бас қобызды үйретті, ұстаздығы сезіле. Домбырадан сабақты, борашағай таратты, оркестрде дирижер өзі болды қарақты. Дәукен алға ұмтылды, қалдырмады ән құрды, баянды да үйренді,
темірді да үрледі. Әне міне дегенше 4 жыл өтті кемірше, жолдам алып ауылға дәукеніс қылып ерекше. Ерекше мене мектеп ашса өнерге, қайыңдының қуанышы болды сол кез көрерге.